Ал достар, сәлем, қалайсыздар? Бүгін сіздерге өзімнің Instagram парақшама жүктеп салып қойған көптеген пайдалы ақпараттарды көрсеткелі тұрмын. Мысалға, осындай надпистер жасап салдым. Тағы да осындай етіп апта күндерін жасадым. Надпистер, көріп тұрсыздар. Мұнда да жасадым осылай. Осындай надпистерді қалай жасадым, қалай жасауға болады, сол туралы көрсететін боламын. Телеграм каналдың аты сториске идея аяужаннан деп жазсаңыз бірден шығады. Өтінемін, тіркеліп кетіңіз, және де YouTube каналыма тіркелуіңізді де өтінемін. Пайдалы ақпараттар, пайдалы видеолар өте көп деп ойлаймын. Ал енді бізге жаңағындай надпистерді жазу үшін ең алдымен PicsArt бөліміне барамыз. PicsArtқа кіргеннен кейін төменгі жақтағы плюсті басасыз. Сөйтіп цветные фоны деген бесфоновый түрін таңдайсыз. Осының төменгі жағында жылжытсаңыз добавить текст деген бар, соны үстінен басып, мысалға қайырлы түн деп жазайық. Қайырлы түн, мінекей жаздық. Енді осыны сәндейтін боламыз. Ең алдымен бізге шрифт керек. Шрифтқа барамын. Стрелканы басып, сол кезде менің өзімнің салынып қойған бесплатный шрифттарым бар. Менде PicsArt бесплатный версиясы. Мен шрифттарды добавить ете аламын. Айтып тұрмын тағы да, бесплатный шрифт телеграм каналымда ссылкасы бар. Осылайынан көп деген шрифттарды қосып қойдым. Сіздерді осы бесплатный шрифтті қолданып, PicsArtқа добавить етсеңіздер болады. Мінекей көрдіңіздер, өте көп. Енді мен мысалға осының біріншісін таңдаймын. Міне біздің қазақ әріптеріне ыңғайлы шрифттер бұл. Осындай түрі бар, мынандай, мысалға мынандай надписпенен и интервал дегенді басып, арасын аша аламын. Міне аштым. Енді қайттан кішірейтіп, осылай жасаса да болады. Қайттан шрифтке барамын. Осы жерден бір әдемілеу, ыңғайлы біреуін таңдап аламыз. Мысалға 30 түрін алайын. Осылайынан төменге тартып, сәл үлкейтсе болады. Енді цвет барамын. Текстура бөліміне барамын. Сол жерден, осы жерден өзімізге ұнаған кез келген бір түрін таңдап, мына тұрған әріптерімізді сәндесек болады. Мінекей былай жасалды. Мынаны былай. Мынау былай жасалынды. Мынаны да қолданса болады екен. Немесе галереяға барып, кез келген бір фонды таңдап алып қойсаңыздар да болады. Мінекей көрдіңіздер ме? Былай жасалынды. Негізі Pinterest'те арнайы пиндар бар, глиттер деп аталады. Сол глиттерді қолдансаңыздар болады. Мысалға мынаның түрін таңдайын. Мінекей біздің жарқырап шықты. Глиттер қолданған уақытта, осында түстерді қолданған уақытта міндетті түрде обводка қолданасыздар. Мынау біреу әріптеріңіз анық боп көрінеді. Және де мен бір өзімнің ойымды бөліссем, көбінесе глиттерді осындай жирный надпистерге қолданған жақсы көрінеді. Чем андай жіңішке жазылған сөздерден көрі осыныларда жақсы көрінеді. Обводканы мен өзгертуім қажет. Себебі дым жараспай тұр. Мінекей өзгерттім. Немесе ақ түрін таңдаса да болады. Осылайынан кішірейтіп, мінекей. Мысалға дерлік үстіндегі стрелканы басып, галереяға сақтап аламыз.
сақталынды. Енді осыны қайтадан үстінен 2 рет басасыздар дағыны. Қайтадан өзіңіздің түсіңізге қалағаныңызға өзгерте бересіз. Цвет дегенге барамын. Енді жай ғана түспен жасап көрейік. Мысалға осы бір түрі сары түсін таңдайын. Обводкаға барып, сыртын кез келген бір фонмен қоршайын. И шрифтқа барып, осылай осы түрін таңдасам, осы түрін таңдайын. Өстіп үлкейтеміз. Сәл осылай кішірейтейік. Мінекей. Осыны аласыз, қайтадан сохранить етіп аласыз. Кез келген жазуды жазсаңыздар болады. Жаңағында апта күндерін жазып алсаңыздар болады. Енді осылар сохраненныйлар. Стикеріға кіріп, немесе готовый апта күндерін жазсаңыздар болады. Мысалға, понедельник деп жазайық. Мінекей көрдіңіздер ме? Ағылшынша шығып жатыр бәрі. Осылар бар менің телеграм каналымда. Осы жерден маңдай дегеннің ұнаған бір кез келген түрін таңдап алыңыз. Мысалға, мынаны алайық. Қайырлы түн. Мынаны өшіріп тастайын. Осыны былайынан ашып. Және де бір бесплатный ненің бір жақсысы, осындай коронасы бар түрлерін таңдай аласыздар. Және де мына мәтіннің түсін де өзгерте аладысыздар. Бесплатный шрифт Pixart'тың ең артықшылығы осы. Мысалға мен осыны қойдым. И сохранить етіп аламын. Бұл да кетті, Қайтадан стикеріге барамыз. Кез келген бір өзіңізге ұнаған стикерді таба аласыз. Мінекей мысалға мынау маңдайды өшіріп, мына маңдайды қойсақ та болады. Мінекей. И қайтадан сохранить етіп аламыз. Және де тек қана маңдай емес, мысалға понедельник деп жаздық па, вторник деп жазып, поиск қыламыз. Және де жаңағы маңдайдың Tuesday де шықты. Мына маңдайды өшірейін. Мынаны қайтадан қоямын. Енді бұны басқаша етіп түсін жасасаңыз болады. Мысалға қара, розовый талайын, и қайтадан сохранить етіп аласыз. Осылай 7 аптада ішінде бар. Қайтадан стикеріға барамын. И жаңағы маңдайдың Tuesday'ін іздеп көрейік. Міне, көріп тұрғандарыңыздай Tuesday тоже бар. Pixart'тың тегін версиясының ең жақсысы осы. Коронасы бар, платный версияның нелерін қолдана аласыздар. Стикерлерім болсын, надпистерім болсын. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліңіз, лайк басыңыз. Келесіде тағы да бір пайдалы видеоны көрсететін боламын.